Экранға назар аудар. Жаңа үйлерді көріп тұрсың. Жаңа үйді әрлеу жұмыстары үшін қораптар мен құрылыс заттары әкелінді. Қызыл түсті қорап қанша? Дұрыс, 6. Ал көк қораптан нешеу? Дұрыс, 10-дықтан 2. Бұл 20 жәшік. Қара, тағы да 3 жүк көлігі мен 100 қорап әкелінді. Неше жасыл қорап әкелінді? Дұрыс, 300. Барлығы неше қорап келді? Табайық. Дұрыс, барлық қораптарды қосайық. 300 қосу 20, қосу 6, тең 326-ға. 326 бұл 3 таңбалы сан. 326 санының жазылуында 3 цифр бар. 3, 2, 6. Әр цифрдың өз орны бар. 6 цифры бірлікті білдіреді. 2 цифры ондықты білдіреді. 3 цифры жүздікті білдіреді. 326 саны қалай құралды? Есімізге түсірейік. Дұрыс, 300 қосу 20 қосу 6. Енді олардың кестеге қалай орналасқанын қара. 300 бұл 300-дік. 20 бұл 2 ондық. 6 бірлік. Тағы бір рет санды оқы. 326. 326 санын графикалық түрде кескіндейік. Санның графикалық моделін құру үшін әртүрлі өлшемдегі кез келген геометриялық фигураны пайдалануға болады. Ең үлкен фигураларды сандардағы жүздікті бейнелеу үшін кіші фигураларды, ондықты, ең кішкентайларды, бірлікті бейнелеу үшін пайдаланамыз. Мына геометриялық фигураларды қолданайық. Сонымен 326 санында 300-дік бар, 2 ондық бар, 6 бірлік бар. Қазір геометриялық фигураларды қолданып, өзің графикалық кескін ойлап, онымен 3 таңбалы сан құрастыр. Ол санды досыңнан жасыруыңа болады.